Қызым, бүгін біз қазақтың ұлттық тағамның бір түрі, яғни оның ішінде сүт тағамдарынан құрт жасаймыз, я? Бұл қазақтың халқы бұл сүт тағамдарын төрт түліктен алған, я? Төрт түліктің сүтін одан жасалған айран, сүт, қымыз, шұбат сияқтыларды біз ақ және ағарған деп айтамыз, я? Енді бұл құртты екеуміз бірлесіп жасаймыз ке. Анасын құртты жасайды. Қызым, бұл құртты біз малдың сүтінен дайындаймыз, я? Бұл құртты ұзақ уақыт сақтауға арналған. Яғни біз сүтті жинаймыз, одан кейін пісіреміз. Ол сүт содан кейін іркіге айналады. Сосын бетіне майы шығады, оны біз қалқып аламыз да, мына құртты сүзіп, тұздап, сосын әдемілеп осылай жасаймыз. Бұл құрт қайнаған құрт болып, және қайнамаған құрт болып екіге бөлінеді. Келенді қызым, екеуміз құрт жасайық. Туралды қазағымның бүгін дәстүрлері, көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді. Берекелі қазақ жері ел мерекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Туралды қазағымның бүгін дәстүрлері, көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді. Берекелі қазақ жері ел мерекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Туралды қазағымның бүгін дәстүрлері, туралды қазағымның бүгін дәстүрлері, көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді. Берекелі қазақ жері ел мерекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл. Жасалған құртты не істейміз? Қызым, енді бұл жасалған құртты кептіреміз, кептіргеннен кейін қысқа сақтаймыз.